Өз отбасыңызды қуантқыңыз келсе, сіздерге осы кексті жасап көруді, міндетті түрде жасап көруді кеңес беремін. Бұл өте дәмді, нәзік болып шығатын кекс. Рецепт сіздерге міндетті түрде ұнайды. Каналды қолдау мақсатында лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдын ала рахмет барлықтарыңызға. Кекстің қажетті құрамын описание бөлімінде толық жазып қалдырамын. Жұмыртқамызға қантты қосып, қантымыз жақсылап ерігенше араластырамыз 3-4 минут шамасында. Алдымен миксеріміздің төменгі скороспен айналдырамыз, сосын максималдыға дейін көтеріп, осылай 3-4 минут бойы араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамыз ақ түске енді, сахарымыз да еріп үлгерді. Енді бұл массамызға, жұмыртқа массамызға ерітілген, суытылған сары майды қосамыз. Сосын ақырын ғана араластырамыз. Енді осы массамызға ұнды, алдын ала елегіштен өткізілген ұнды және разрыхлительді қосып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Ары қарай миксермен немесе қасықпен араластырсаңыз да болады. Массамыз дайын. Қамырымыз осылай орташа сұйықтықта болып шығады. Мен жазғанда қажетті мөлшердегі барлық заттарды құрамды мен жазғандай алсаңыздар, өзі осылай бір тегіс сұйықтау емес, қою емес, орташа масса шығады. Енді бұл массамызды алдын ала дайындап қойған формаларымызға, формочкаларымызға, қалыптарымызға құямыз. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Қалауларыңыз бойынша ішіне орех, варенье қоссаңыздар болады, тіпті қоспасаңыздар да өте нәзік, дәмді кекс болып шығады. Аса маңызды емес. Ішіне варенье қосуларыңыз әркімнің өз қалауы бойынша. Жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде бұл рецепт ұнайтын болады. Үнемі осыны жасап беріп, сосын балаларыңызды қуантатын боласыздар. Каналды қолдап кеткендеріңіз үшін рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесідегі пайдалы әрі оңай рецепттерді өткізіп алмау үшін барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Жасап көріңіздер. Өз ойларыңызды комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.